Кез келген ұлттың халық ретінде толып жетілуін көрсететін дүниелердің бірі оның ілім ғылымы десек, қазақ ғылымның дамуы Әбу Насыр әл-Фараби, Махмуд Қашқари мен Жүсіп Баласағұнилар заманынан тамыр тартады. Бертін келе қазақ даласындағы ғылыми ойлардың дамуына Орта Азияны зерттеуге келген орыс ғалымдары серпін беріп, Шоқан мен Абайдай ағартушылар шықты. Ал кеңес дәуірінде еліміздің аграрлық геологиялық маңызы артып, 1932 жылы 8 наурызда КСРО ғылым академиясының қазақстандық филиалы құрылған. Ғылым академиясының тұңғыш президенті геолог ғалым минералогия ғылымының докторы академик Қаныш Сатпаев болды. Ел ғылымның дамуымен алғашында тек зоология және ботаника секторлары жұмыс істеген ғылым академиясының іргесі кеңіп, онда екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында ішінде 3 ғылым докторы, 14 ғылым кандидаты бар, 100-ге жуық ғылыми қызметкер еңбек еткен. Бұл кезең қазақ ғылымның шарықтау алдындағы сәті еді. Кейін ғылымның сан саласынан ел ғана емес, әлем таныған үздіктер шығып, теңдессіз жаңалықтар ашты.